Айзере, тапсырманы аяқтадың ба? Иә, міне, Шығармаң не жайында болды? әкем жайлы жаздым. Онда тақтаға шығып, оқып бер, бәріміз тыңдайық балалар, я? Иә! Шыға. Менің әкем әлемдегі ең жақсы және батыр адам. Мен әкемді жақсы көремін. Сонда қалай батыр? Әкең туралы нақтырақ айтып берсеңші. Балаларым, Әкем келді, әкем. Әке. қалайсыңдар? Әке, сау. О, балам батырым, қалайсың? Әкешім, бізге не әкелдіңіз? Сендерге мен тағы да ойыншық әкелдім. Міне саған кукла, міне саған машина. Әкешім, неге сіз әкелген көлік несігі жоқ? Ал мені көше, қуыршағым түрі неге ондай? Қызық айтайын ба сендерге? Неге сенің қуыршағың мынадай? Неге сенің көлігің есігі жоқ? Я! Жүріңдер, кеттік. Мен сендерге бір құпия айтайын ба? Ешкімге айтпайсыңдар ғой. Бұл ойыншықтарды мен зұлымнан құтқарып қалдым. Қалай? Біздің қалаға бір жауыз атты зұлым келді. Оның мақсаты барлық қаланың ойыншықтарын жинап, қоқысқа тастау екен. Мен онымен күресіп ойыншықтарды алып қалдым да, оған айттым: "Ей, зұлым, сен ойыншықтарды алып кете алмайсың. Олардың бәрі енді біздің үйде тұрады", дедім. Сосын не болды? Сосын мен ойыншықтарды тартып алдым да, зұлымды қалаға енді келмейтін қылып кетемін. Екеуміз арамызда пока соқсам дегенше ойыншықтар да сынып қалды. Ойындамаңыз, әке. Мен ойыншықтарды жөндеп аламын. Әкешім, ойыншықтарды қорғап қалғаныңыз үшін рахмет сізге. Айналай. Кеш. Иә, менің әкем нағыз батыр, бірақ Таңғастарын болыңдар ма шып? Я! Темірлан, тоқтай тұр. Не болды? Әркім өз артын тазалап кету керек. Я. аға қоя беріңіз. Мен жинай салам, әйтпесе киімдеріңіз бұлғанып қалуы мүмкін. Жоқ, әркім өз арттарын тазалап жүру керек. Мен де қолданайыншы? Жоқ. Ақбөпе, берші. Жоқ дедім ғой, ол менікі. Анашым оны бізге сыйлаған. Саған не жоқ, кішкентай болып хош иісті сусын қолданып? Ал саған не үшін қажет? Бәрібір саған ешкім қарамайды. Анашым! Мен оны екеуіңе деп алғанмын. Екеуің де бөлісіп береніңдер. Бөпе, неге сіңіңмен бөліспейсің сен? Томирис, неге әпкеңмен ұрыса бересің сен? Екеуің ұрыспай тату тұруға болмай ма? Түсінесіңдер ма, екеуіңнен басқа бауырларының жоқ екен. Екеуің де бір анадан туғансыңдар ғой. Жетерген таласа берулерің. Бірақ Ақбөпе бірінші бастаған. Ал сен не анама шағымданасың да жүресің? Жарайды. Көлікті мен басқарайыншы? Уәде еткен едіңіз ғой? Жарайды, абайлап пайда, мұқият бол. Рахмет!
Анашым, Ақбөпе көлікті жүргізе алмайды ғой. Тіпті жүргізу куәлігі де жоқ. Аха. Тағы не істей алмайды екенмін. Ашуыма тимей отыршы, жүре ма сен қыз? Мен көлікті жақсы жүргіземін. Тіпті куәлігім де бар. Құдай үшін тынышталыңдаршы. Онсыз да басым ауырып отыр. Менің көлігімді ешкім жүргізбейді. Все, түс машинадан, өзім айдайын. Анашым, бірақ ассалаумағалейкум. Ал балалар абайландар, мына жерде аяқтарын астын сүртіп жіберейін. Аяқтарыңды көтеріп отыра қойыңдар. Ал байқандар. Фу, кіргіл сүлгімен аяғымды бұлғадыңыз ғой. Айттым ғой жаңа сендерге, мен аяқтарыңды көтеріп абайлап қарап отырыңдар деп. Көтергім келмейді, қайдағы жоқ еден жуышын. Айтқан неше істеуім керек? Алдияр байқаусызда істеді ғой. Жоқ, ол арнайы солай істеді. Өйткені ол мені көре алмайды. Балам, сен көре алмайтындай, сен маған не істедің соншалықты? Солай ма? Ал, енді мына жер кір болды. Енді сіз сияқты қоқыс тазалаушыларға да жұмыс көбейді. Ұқтыңыз ба? Әкеңді батыр деп едің ғой. Жоқ, олай емес. Ол бізді алдайды. Алдайды? Әкешім, Ау, маған жаңа велосипед алып берші. не үшін? Ескі велосипедің бар емес пе? Оны Айбатыр қолдансын, маған жаңасын алып берші. Мен велосипедпен жүрмеймін. Мен өскенде мен ұшқыш боламын. Мұнар әпке, ұшақ жоқ па? Келесі жолы міндетті түрде әкеп беремін саған. Әзірге машина алдым. На. Айзере, мал саған. Жаңа сөмке алып келдім мектептегі. Темірлан, сен үй соққанын ұнатасың ғой. Саған қылыстар алдым. Рахмет. Маған сүйінші. Бауырыңа тез болған. Ағатай-ау, әрине алдым сізге. Жүріңіздер түсіққа. Міне, сізге сыйлығым велосипед. Та-дам! Велосипед! Велосипед! Гүлнар, сонша ақша құтқаның не? Жоға, ондай қымбат емес. Сонымен қатар жеңілдікпен алған. Ең бастысы, велосипедпен жүруді білу керек. Жүруді уайымдама, білеміз жүру. Айзереге не болған, бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Мен Айзереге барып кетейін, де? Абайландыр ана. Айзере. Қыздар болып, әңгіме айтсақ қайтеді. Я, әрине келіңіз. Айзере, сен көңіл күйін жоқ сияқты ғой. Мектепте біреулер тиісіп жүрген жоқ па? Уайымдамаңыз, менде бәрі жақсы. Жоқ, шынымды айта бер. Мүмкін балдар тиісіп жүрген болар. Не, балдар? Жоға? Жарайды онда. Бірақ есінде болсын, еш қашан өзіңді ренжітуге жол бермегін. Жарай ма? Сенде бәрі жақсы болса, мен Айбатырдың халін білейін. Гүлнар әпке, Иә? неге еден жуушы болған ұят? Оны саған кім айтты? Мектепте балалар солай айтады. Еден жуушы болған ұят емес. Ондай әңгіме айтатын балдарды тыңдама. Иә ма?
Мінекей болды. Тістеріңіздің емдерін барлығын аяқтадық. Енді әрі 3 ай сайын келіп бізге қаралып тұрыңыз. Тістеріңізге жақсы күтім жасаңыз. Рахмет. Ем болсын. Сәлеметсіз ба? Я студент из медицинского колледжа, пришел к вам на практику. Вот мое резюме. Иә, әрине, қарап көрейін түйіндемеңізді. Жолда абай жүріңдер, иә? Бұлай қарай кетіп қалмаңдар. Автобусқа мінгіп, қарындасыңа қарап жүр, жарай ма? Әке, сіз бізді апарып тастайсыз ба? Көлігім менің кешігіп жатыр. Қайтарда алып кетейін, иә? Жарайды. Жүр, Айбатыр. Айтпақшы, есіңде ме? Мен саған хош ес туралы айтып едім. Иә. Тадам! Қара, Мәссаған, сенен қайдан алдың? Мынау қымбат қой. Ақбөпеден алып қойдым. Енді ол жоғалып қалды деп қайғыратын болды ғой. Соны сен әпкеңе ұрлап алдың ба не? Жоға, ұрламадым. Жай бір күнге ала тұрдым. Сосын қайтадан орнына қоямын. Ол тіпті ішіне де байқамай қалады. Темірлан, тоқта. Не болды? Менің сөмкем үзіліп қалған сияқты. Жоқ, жыртылған жоқ. Жай ғана бауы түсіп қалыпты. Жөндеп берейін. Сен не істедің? Кешіресіздер, мен байқаусыздан. Көзі соқыр ма? Көзі тірі тағы жүрмейсің ба? Адам деген жан-жана қарайды ғой. Мен кешірім сұрадым ғой. Өзіңде дұрыстап жүрмейсің ба? Сен мен әпкемнің хош иісі сусынын сындырдың. Енді қалай оған айтамын? Білмесең бүйтіп айт. Енді сен заттарыңды рұқсатсыз алмаймын деп. Мынаны қарашы, дөрекі сөйлеп. Сен білесің бе осы зат қанша тұратынын? Жоқ, білмейміз. Білгіміз де келмейді. Мүмкін айқайлауды қоярсыз. Ағам кешірім сұрады ғой. Ал мына ақылдысыма кім болды тағы? Демек түсіндім. Сендер сияқтылар өмірі аяқ астына орылып жүреді. Түсінбедің? Біз сияқтылар? Сіз кім туралы айтып жатсыз? Ал сіздің қай жеріңіз артық болып тұр? Қойша, қазір директорға барып, өстеріне арыз айтамын. Сосын көреміз, хош иесі сусын алып бермегендеріңді. Әрине. Егер де жағдайларың болса, кеттік. Темірлан, аналар неге бізді кемсітіп тұр? Мән бермеш, кеттік. Кешіктік сабаққа. Кто-нибудь, побегите, пожалуйста, скорую! Так. Пульс есть вроде. Дыхание есть. Так, искусственное дыхание в рот. Эй, смотри, в рот захотел. Сен не алғашқы көмек көрсетуді білмеймісің? Это шутка, что ли? Иә, сен алғашқы көмек көрсетуді де білмедің. Сен қазіргі түріңді көрсең ғой. Это не смешно. Меніңше күлкілі. Если ты действительно упадешь в обморок, и я подумаю, что это просто шутка, я же тебе не смогу оказать достойную помощь. Ой, қатты қорқытып жібердің. Қызым, сен келіп қалдың ба? Анашым, қалыңыз қалай? Жақсы. Ануар, бұл менің қызым Ақбөпе. Қызым? Иә. Ақбөпе, бұл Ануар, сенің жаңа бастығың. Не? Мынау менің бастығым? Иә. Анашым, сіз маған тек қана практика болады деген сияқты едіңіз ғой? Енді құжаттармен жұмыс істейтін боласың. Так, этот документ за позапрошлый год, за этот год. Ай,
И за этот месяц. Жайырақ кішкене ауыр ғой. Ну, давайте помогу тогда. Түсінбедім. Сонда мынаның бәрін мен істеймін ба? Я сен жұмысың ғой. Білесің мені? Әкел бер маған менің құжатымды. Мен саған әлі сенен мықты екенімді дәлелдейтін боламын. Ай, қызым, амияның түсіп қалды. Ай, қызым. Әкеп берім. Ақшаң орында тұрма? Иә. Бұл Хадияның амиян. Еніне соған бола ақшаға ұрлайсыз ба? О, не дегенің? Мен жай амиянды қайтарып бергім келген. Ал мүмкін сіз сөйтіп ақша ұрлайтын шығарсыз. Айзере, қызым, сен де осында тұрма, келші бері. Қызым, түсіндірші, мына жерде түсінбеушілік болып жатыр. Мыналарға түсіндірші, мен жай ғана қайтып бергім келген амиян. Айзере, сен не, мынаны танисың ба? Жоқ. Жоқ, әрине танымаймын. Кеттік бұл жерден. Не мынау? Мен әдейі істеген жоқпын, бұл тосынан болды. Анашым! Томирис менің хош иісті сусынды рұқсатсыз алғанмен қоймай сындырып алыпты. Ол менің де сусыным. Ауыздарында жабасындар ма жоқ па? Сол болмайтын бір иіссу үшін соншама дау шығарып, сендерде басқа проблема жоқ па? Сендер білесіңдер ма? Қаншама адамдар, кейбір адамдар нанға ақша таппай отырғандарын. Осы өмірлеріңе риза болмайсыңдар ма? Біз риза емеспіз ба сонда? Иә, сендер. Мен жүрмін. Күн түн демей, таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеп, сендердің қалауларыңды алып берейін деп. Тату болмайсыңдар ма? Сен қалай сындырып алып жүрсің? Шынымды айтсам, мен хош иісті сусынды құрбыларыма мақтанайын деп алғанмын. Сол кезде бір бала оны сындырып қойды. Айзере, қызым, мүмкін сөйлесерміз? Жоқ, мен сізбен сөйлескім келмейді. Айзере, қызым, мен саған бәрін түсіндіруім қажет. Бәрі онсыз да түсінікті. Әуре болмаңыз, біздің киіп жүрген және қолданып жүрген заттардың бәрі қоқыстан екен ғой. Сыныптас достарым білсе, үстімнен күлетін болды. Олардың білгенін қаламаймын. Білсе, сенің әкең қоқысшы екен деп үстінен күледі. Мүмкін бізге сыйлықтардың керегі жоқ шығар. Бәрі сізге қиналғаныңызбен келіпті ғой. Кет бұл жерден. Сенде әке маған керек емес, маған бай әке керек. Үлкен қызметте жұмыс істейтін әке керек. Неге мен абыройым төгесін? Неге Ақбөпеге алып бердіңіз?
Нені? Хош есті. Содан мен қиналып жүрмін. Қызым, өтінем әкеңді кешір. Олай ашуланбашы, мен бәрін түсіндірем. Нені түсіндіресіз? Бізді алдап жүргеніңізді ме? Өзіңіз бізге өтірік сөйлеуге болмайды дейсіз. Бірақ өзіңіз бізге өтірік сөйлеп жүрсіз. Не болып жатыр? Қазір барып қарсы. Отыра тұр, Аға, әзірі не болып жатыр? Аға бара кетші, өзім сөйлесем. Мен білмеген екем сендердің осылай қиналып жүргендеріңді. Мен сендер үшін ақша тауып жүрмін. Мен бәрін білемін, артық айтпа олай. Жарайды, солай екен. Бірақ неге маған көңіл бөлмейсіз? Болды, жетер енді. Шынында менің әкем көше тазалаушы болып жұмыс істейді. Саламатсыз ба? Аха. Өзіңіз қалыңыз қалай? Иә, үйдемін әлі, енді шығайын деп тұрмын жұмысқа. Не істеп жатырсың сен, қыз? Жарайды, сен де көлікті жүргізін келеді ғой. Сол сияқты мен де. Анашым біле ме? Демек білмейді. Тамирис, білесің ғой, анашым білсе не болатын? Түстес көліктен. Жоқ, түспеймін. Білесің бе, Тамирис? Қазір сен мына көлікті соғып алатын болсаң, анамызға өзің жауап бересің, мен сені қорғамаймын. Ой, үнемі мені қорғайтындай сөйледің ғой. Түс дедім мен саған көліктен. Бол, аш есікті. Түс деймін. Балалар, бәрі дұрыс па сендерде? Көрдің ба сен не істеп қойғаныңды? Сол хош иісті сусын үшін бізді өлтіресің бе?
Тағы сен бе? Кешірші мені. Неге сен мен алдынан үнемі шыға бересің? Мен әдейі істеген жоқпын. Сенің қошайсы сусыныңды алып беремін. Енді бізді өлтіруге әрекет істеме. Жедел жәрдем шақырайық. Не істеп тұрсыңдар? Алло? Қалай? Не болды? Ой, бұл. Не болды? Анашым кешіріңізші. Анашым, Томиристің ешқандай кінәсі жоқ. Бәріне мен кінәлімін. Көлікте мен болған едім. Жарақаттанып қалған жоқсыңдар ма? Жоқ, бізде бәрі дұрыс. Сәлеметсіз бе? Сіз балалардың әкесі боласыз ба? Иә, мен Есіміңіз кім? Нұржан. Занасыз ба? Жоқ, қарындасым. Балалардың жағдайы қалай? Жақсы, шүкір. Көмек керек па? Жоқ, рахмет, өз кішігім жарақат қой. Менің балдарым батыр. Жоқ, олай болмайды, ең болмаса шығынын төлейін. Жоқ, рахмет, керек емес, ештеңе етпейді. Меніңше, сіз қыздарыңыздың жағдайларыңыз мән бергеніңіз дұрыс. Балалар, жүріңіздер, кет. Темірлан, жүр. Анашым. Иә. Ақбөпе, ұйықтап қалдың ба? Жоқ. Не болды? Мен сенімен сөйлесем деп келдім. Әрине, кел отыр. Ақбөпе, кешірші мені. Не үшін? Мен істеген қателігімді өз мойнына алғаның үшін. Жаным, сен менің сіңілімсің, мен сенің әпкеңмін. Әрине, мен сені қорғаймын. Білмеймін, бірақ сен мені ұнатпайсың деп ойлағанмын. Кешірші мені. Ойланып көрейін. Қалжыңдаймын. Кешірем, әрине, мен сенің әпкеңмін ғой. Қайда барам, мен сені кешірем. Шынымен бе? Әрине. Рахмет саған. Тыңда. Ертең көңіл көтеріп қатсақ екеуміз. Қалай қарайсың? Түсінбедім. Анашымның жұмысына бір жаңадан бала келген. Не? Ол саған ұнап қалды ма? Фу, жоқ әрине. Жай ғана сол балаға кішкене сабақ беру керек. Кішкене концерт қойғым келіп тұрған болған. Оның тісін сындырамыз ба? Қайтеміз? Не деген фантазия мұны? Жоқ, жай ғана қорқытамыз. Болды. Демек шынымен де ұнатып қалды ғой. Жоқ деймін мен саған. Ұнайды. Жоқ. Жарайды. Кешірдің ғой, иә? Дәл бала кезегінде ма? Иә. Сен баста. Қалай бастағанбыз? Есімде жоқ, если честно. Ладно. Ой, шылап тұра ма? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Жөндеу керек. Әкешім, Иә, балам. мен сізден кешірім сұрайын деп едім. Не үшін? Менің кесірімнен Айбатырды көлік қағып кетті. Неге олай ойлайсың? Сол үлкен көшеге шықпасам, ештеңке болмайтын еді. Тыңда, балам. Кей кезде өмірде біз ойламаған оқыс оқиғалар болып тұрады. Сондықтан да өзіңді кінәлама. Сол көшеге шықпауыма да болар еді ғой. Болатын нәрсе болды, балам. Сен қанша өзгертуге тырыссаң да, ол өзгермейді. Өткенге өкінбе. Закончил с бумагами? Иә, бітірдім. Сіз тексере беріңіз, мен қазір келемін. Жарайды. Кешіріңіз, қабылдау бөлмесі қай жерде екенін айта аласыз ба? Ана жақта.
Тоққан ханым, я могу все объяснить. Эта девушка ниоткуда появилась. Қызым, не істеп жүрсің мұнда? Қызым? Анашым, кешіріңізші. Анашым, не болып жатыр? Екінші қызым. Жүріңдер менің кабинетіме. Гүлнар, сен әлі кетпедің бе? Жоқ әлі. 2 күннен кейін кетемін. Гүлнар, сен олай өзіңді қинама. Сенің бала-шағаң бар, күйеуің бар. Тек ертең ұрысып жүрмесеңдер болды. Уайымдамаңызшы. Осындай сәтте жалғыз бауырыма қалайша көмектеспеймін. Айзереге не болған? Қызым, менде әкеден ұялады. Бұл сөз айтпаңызшы. Не деп ұялады? Әкесі емессіз бе? Гүлнар, мен көше тазалаушы болып жұмыс істеймін. Сізді біз бухгалтер болып жұмыс жасайды деп жүрміз ғой. Айжан ауырып қалған кезде маған балаларға қарайтын адам керек. Жұмыс үй деп әбден шаршадым. Даже айта алмаймын қалай шаршағаным. Неге маған айтпайсыз? Бір ауыз айтсаңыз жоқ демейтін едік қой. Келіп өзім балаларға, үйге көмектесетін едім. Менің сүйікті де, сүйкімді қарындасым. Сенің де қазан ошағың үйің бар ғой. Онсыз да маған жасап атқан жақсылығың рахмет. Шынымен көше тазалаушысыз ба? Таңертең құдды бір қызметте жұмыс істейтін адам секілді киініп кетіп бара жататын едіңіз ғой. Иә, мен көше тазалаушымын. Қоқыс жинаймын. Ал костюмді балаларымның білмес үшін киетімін. Мені қоқыс жинайтын деп ойлап қалмасын деп. Мен соңғы кезде бақытты дедім. Балаларыма да көңіл бөле алатын едім. Жұмысты ойламай. Оның бәрі, сен айтсам таң қаласың. Оның бәрі адамдар жаңадан түсінбеймін алады, сосын бәрін қоқысқа тастайды. Олардың ақшасы емес, жай уақытты білгенін, жібергенін білсе, қадіріне жетер ме еді? Жарайды, солай болсын. Ал ана ойыншықтардың бәрі ше? Қоқыстан? Бәсе, көне ойыншықтар секілді. Енді бәрі түсінікті. Айзере, сіздің қайдан жұмыс жасайтыныңызды білгеннен осылай жүр екен ғой. Аға, уайымдамаңыз. Айзеремен өзім сөйлесемін. Мен түсінбедім. Сен не істеп жүрсің мына жерде? Сен ба шақырған? Анашым, мен бәрін түсіндіріп берейінші сізге. Мен түсінбедім, мен қай жерден қателестім? Неге бұлай болып жатыр? Анашым, біз жай... Сөйлеме! Неге бұлай болып жатыр? Егер ол отбасылық жағдай болса, мен қайта берсем бола ма? Аңғылар, сен не істеп жүрсің мына жерде? Мен құжаттармен жүрмін. Құжаттарыңды алда шықты, кет! Айзере? Гүлнар әпке, не болды? Ше, сенмен сөйлесейін деп келгем. Әкем жайлы ма? Я, неге әкемнен ұяласың? Өйткені мен де басқаларға ұқсап жақсы өмір сүргім келеді. Неге басқаларға ұқсап? Сенің өз өмір жолың бар, өз өмірің бар ғой. Әкесі көше тазалаушы қызбен кім достасқысы келеді? Жақсы адамдар достасады, Айзере. Егер әкенің ақшасы маңызды адамдар болса, ондай адамдармен достасудың қажеті жоқ. Сонымен айтқыңыз келгені, бізде ешқашан ақша болмайды ма? Болады, әрине, болады. Ол өзіне байланысты. Ақша келет, кетет, оны табу әп-сәтте. Ал әкені ешқашан таба алмайсың. Бар кезінде қадірлеу керек. Соны ұғын, Айзере. Жарай ма? Сендердің қалағандарының барлығы болу үшін өмір бойы жұмыс істеп келем. Анашым,
сөйлеме. Сендерден қатты көңілім қалды. Кеше сендердің кесірлеріңнен баланың өліп кетуіне аз қалды. Бүгін тағы сендердің кесіріңнен жап-жас маманды жұмыстан шығаруыма сәл қалды. Неге олай болып жатыр, а? Біз енді әдейі емес қой. Неге бұлай болып жатыр, а? Анашым, Алғыс алудың орнына мәселенің үстіне мәселе. анашым, біз... Мен соншалықты жаман анамын ба, айтыңдаршы. Анашым, Босқа өмір бойы жұмыс деген сияқтымын. Сендердің қастарыңда бой жеткенше тәрбие беріп отыру керек едім. біз үшін істеп жатқан еңбегіңізді бағалаймыз, анашым. Неге мен соны көрмеймін? Өйткені біз өзімізді соған лайықты ұстамадық. Біз сіздің абыройыңызға нұқсан келтірдік. Анашым, кешіре алсаңыз бізді кешіріңізші. Кешірмей қайда барам? Ата-ананың қадірін балалы болғанда түсінесіңдер. Мен мойындауым керек. Шынында ол қатты шаршайды. Бізді қатты ойымдайды. Үнемі бізге уақыт табады. Менің әкем әлемдегі ең жақсы адам. Ол есесіне адал жұмыс істейді. Бізді жақсы көреді. Бізге өте мейірімді және қамқор. Ол кез келген сәтте бізге көңіл бөледі. Сенің әкең шынымен де нағыз батыр екен. Қандай керемет шығармая, балалар. Әжірем, біз сенімен дос болғымыз келмейді. Жоқ, мұны мен шештім. Ақша үшін достасып, дос болатындармен дос болғым келмейді. Шынайы дос ақша үшін жүрмейді. Аға! Не болды? Неге достармен қайтқан жоқсың? Оларды қайтем өзімнің керемет ағам тұрғанда. Келіңдер ме? Жүріңдер тезетіп, емханаға барайық. Емхана? Я, келерін емханаға түсіп қалды. Жалғырайсың, кем алып телефон. Жүріңдер, бақандар, балдар, абайлаңдар. Аға, давление жақсы, жүрек қағысы норма. Өзіңізге қараңыз, сау болыңыз. О, айналайын мұнда. Әкешім, мені кешірші, мен сені қатты жақсы көремін. Сіз бізге керексіз. Мен сізді жоғалтып алам ба деп қатты қорықтым. Енді ауырмаңызшы. Ой жаным, о не дегенің, мен ауырмайым енді. Әке, біз сізді жоғалтып алармыз деп қорықтық. Қорықпа болым. Қорықпа, ең жақсы. Әкешім, мен сізді қатты жақсы көремін. Ой, мен де сені жақсы көрем, балам. Кешіріңіздер, сәлематсыздар ма? Сіз қайдан жүрсіз? Ақтоғым дәрігер екен. Ол маңызды емес, өзіңіздің қалыңыз қалай? Менің қыздарымның сізге айтар бір-екі ауыз сөзі бар еді. Қыздар! Келіңдер, кіріңдер. Салыңыз. Өткендегі ісіміз үшін бізді кешіріңізші. Иә, шын жүректен кешіріңізші бізді. Біз әдейі істеген жоқпыз. Балалар, кешіреміз ба? Иә. Ал енді естелікке суретке түсірейік.